Кайрылуу күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі нәзік шығатын кекстің жасалу жолын көрсететін боламын. Егер де рецептісі керек болса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Міндетті түрде бізге керекті құрамын осы видеоның астына жазып кететін боламын. Ең алдымен жұмыртқамыз бен қантымызды миксердің көмегімен кішкене жылдамдықтан бастап, кейін жылдамдықты көбейте отырып, көпіршігенше, кішкене көтерілгенше миксерлеп аламыз. Енді жақсылап араластырып болған соң, ертілген сары майымызды саламыз жылы күйінде. Мен құрғақ заттарды бірге біріктіріп алдым. Сода мен ұнымызды міндетті түрде ұнды електен өткізіп аламыз. Кейіннен миксердің көмегімен бұны да жақсылап біркелкі масса шыққанша араластырып аламыз. Және арасына мейізді салдым. Салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Негізі сары майдан кейін сүт қосылуы керек еді. Мен ұмытып кеттім қосуды. Сіздер сары майдан кейін сүт қосып, осылай миксерлеп аласыздар. Жақсылап араластырып болған соң, формамызға саламыз. Формамызға 2 немесе 3 қасықтан құйып шығамыз. Көп құюға да болмайды, сыртына тасып кетуі мүмкін. Және де 180-200 градуста 30-35 минутта пісіріп алдым. Дәл осы рецепт бойынша капкейк дайындасаңыздар да болады. Бетіне крем жасап, өте әдемі шығады. Ендеше видео ұнаса, лайк басып тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздер де жасап көріңіздер, өте әдемі, дәмі де өте жақсы шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Әйгерім Болысбек.